Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін зімбір тамырының пайдалы қасиеттері туралы айтамыз. Зімбір тамырының пайдалы қасиеттері және осы өсімдік құрамында дәрумендер мен қоректік заттарда жатыр. Зімбір тамырында кальций, алюминий, хром, темір, никотин қышқылы, С витамині бар. Ал құрамында осындай пайдалы элементтер бар зімбір әртүрлі аурулармен күресуде таптырмайтын емдік құрал болып табылады. Тіпті дәрігерлердің өзі зімбір тамырын медицина тәжірибесінде қолданады. Бұл оның шын мәнінде сиқырлы қасиеттер мен мүмкіндіктерге ие екенін және ағзаға үлкен пайда әкелетінін дәлелдейді. Мәселен, зімбір тамыры жөтел кезінде қолдану өте тиімді. Зімбір жоғарғы қақырық түсіргіш әсерге ие болғандықтан тамақтағы ауырсынуды жеңілдете алады. Сондай-ақ суық тию мен тұмауда да зімбір тамыры таптырмайтын құрал. Ол дене температурасын төмендетіп, жылытады және сергектікті көтеріп, күш-қуат береді. Зімбір тамыры иммунитетке пайдалы және оны көтеру үшін қызмет етеді. Ал бұл өткір респираторлы аурулар кезінде өте маңызды болмақ. Зімбір тамыры ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Оны тұрақты қолданылу ас қорыту жүйесін ынталандырып, асқазан сөлін қалыптастырады. Ал бұл бірінші кезекте ас қорытудан, кекіруден немесе ішке шыққан жаралардан зардап шегетіндер үшін аса маңызды болып табылады. Зімбір тамыры сондай-ақ жүктілік кезінде пайдалы. Бұл өсімдік токсикоз, бас айналу, балаға зиян келтіретін химиялық заттарды немесе биологиялық қоспаларсыз күш жоғалту секілді барлық жағымсыз симптомдарды төмендетуге қабілетті. Алайда бұл жағдайда мұқият болу керек, өйткені зімбір тамыры қарсы көрсеткіштерге ие. Сондықтан оны жүктіліктің соңғы айларында немесе баланы емізу кезінде пайдалануға болмайды. Сіздерге берген ақпарат ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.